Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бүгінгі мына тақырыбымыз сүннет жайында болмақ. Сүннет шариғатымыздың екінші тірегі деген тақырыпта. Жалпы біздің ханафи мазхабымыз бойынша дініміздің негізгі үкім шығарылу үшін бұл 4 тірегі бар болып есептеледі. Негізгі тіректер асли үкім шығаратындар. Бұлар біріншісі Құран кәрім, екіншісі сүннет, үшіншісі иджма дейді, ғұламалардың бірауыздан келісуі, төртіншісі қияс дейді, салыстыру жолымен үкімнің берілуі. Соны көреміз, сүннет бұл екінші негізгі тірек болады. Сүннетті білмейінше, сүннетті ұстанбайынша адам баласы тура жолдан ауытқиды. Мысалға, Құран кәрімде бір үкім айтылады, ол үкімді қалай жасау керек екендігін сүннет көрсетеді. Мысалы, Құран кәрімде намаз оқыңдар, зекет беріңдер десе, намаз оқу деген қалай? Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсетті. Сол сүннет жолымен, сүннет жолы арқылы жаңағы біз соны біле аламыз. Ол намаз деген не екендігін. Яғни дәрет алып, рукуқ, сәжде жасалатын, қиямнан тұратын, Құран оқылатын құлшылықтың түрі екендігін біз сүннеттен үйрендік. Мінекей тура сол секілді зекет беру мәселесі болса да, зекет қалай беріледі? Қанша мөлшерде беріледі? Бұның баршасын сүннет белгілеген. Ораза ұстаймыз десе, ораза қай уақыттан қай уақытқа дейін, және қалай, не нәрсе оразаны бұзады, не нәрсе бұзбайды. Баршасы, адамдармен қарым-қатынастың баршасы бұл сүннетте нақты көрсетілген. Сон үшін сүннет деген не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан сөздері, істеген іс-әрекеттері, бір нәрсеге берген үкімдері, және тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мінез құлқымен және оның жаратылыс сипаты туралы айтылған сөздердің баршасы да сүннетке кіреді деп ғалымдарымыз осы 5 түрлі кіргізгендігі бар. Ендеше біз осы сүннетке бекем болатын болсақ, дінімізде бекем болады. Сүннетті ұстанбаған кейбір топтарда бар. Бұлар қазіргі уақытта мына құраниттер деп жүрміз, құраншылар деп. Тек қана біз Құранда барын орындаймыз, сүннетте барын орындамаймыз. Сүннет бізге маңызды емес деп жүрген адамдарда бар, жоқ емес. Бұларды көретін болсақ, Құрандағы үкімдердің баршасын біз өзіміз-ақ шығара береміз дейді. Сүннетке қарамаймыз. Сөйтеді, намаз деген не деген кезде, намаз деген дұға мағынасына келеді ол. Сондықтан да күніне 5 уақыт намаз емес, 5 рет қолымызды, алақанымызды жайып дұға жасасақ болды деп айтып жүргендер бар. Құранда намаз жоқ болған үшін ислам дінінде де намаз жоқ дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дінді әкелгеннен бері бүгінгі күнге дейін бүкіл мұсылманның істеген қате бұл артық дұрыс болып шыққаны. Сонда сүннет ұстанбағаннан кейін осындай болады адам. Сондықтан да олар құраншылар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бекіткен адал арамдарын ұстанбаймыз дегендіктері үшін иттің етін де жеу халал деп сондай нәрселерге айтып жүргендіктері бар. Бұның баршасы да адасу болып есептеліп кетеді. Сүннет жолынан тайқығаннан кейін адам өзінің ұстанып жүрген жолынан адасады. Қай жолда кетіп бара жатқанын өзі шеше алмай қалады. Сондықтан да біз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұстанған жолын ұстануымыз керек. Құран кәрімде литубайина линнаси ма нуззила илейхим деген адамдарға не түсірілгендігін сен анық ашық баяндап беруің үшін жіберілдің деп айтқан. Демек, дінімізді дұрыс түсіну үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеттері біздерге өте маңызды екен. Енді ханафи мазхабымыз бойынша негізі айтылған сөздерден бұрын жасалған іс-әрекеттер өте маңызды болып есептеледі. Бір нәрсе жасалған болса, сол жасалған іс-әрекет айтылған сөзден әлдеқайда маңызды болып есептеледі. Сондықтан да қаншалықты хадистерді көретін болсақ, жасалған іс-әрекеттерді ханафи мазхабының алып отырғандығын көреміз. Мысалға, бір ит табақты жалаған болса, ол табақты жаңа 7 рет жуыңдар, оның біреуі топырақпен болсын деп айтқан. Топырақпен бір рет жуу керек екендігі. Бірақ сол хадисті жеткізген сахаба Абу Хурайраның өзі 3 рет жуғандығын айтады. Демек не екен? Айтылған сөз емес, істелген іс-әрекет маңызды болып есептелді бізде. Тура сол секілді сүннеттерді қолданғандығы бар. Әр мазхабтың, әр ғұламаның жаңағы маңыздысы қайсысы, айтқан сөзі ме, істеген іс-әрекеті ме деген нәрселерге енді мазхабтардың көзқарастары бар. Демек, ханафи мазхабымыз істелген іс-әрекеттер өте маңызды деді. Сондықтан да осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті тұрған уақытта ешқандай ғұламаның айтқан пікірі алынбайды. Өйткені дінді жеткізуші пайғамбар болғандықтан пайғамбардың істегендігі өте маңызды болып есептеледі екен. Мінекей
Көріп отырғанымыздай сүннеттің орны шариғатымызда өте жоғары болғандықтан осы жолды ұстануымыз, осыдан ауытқымауымыз біздерге міндет болып есептеледі екен. Сонда ғана осы тура жолдан айнымай Алла тағаланың ризалығына бөленетін жағдайда болады екенбіз. Алла тағала баршамыздың ниет тілектерімізді қабыл етсін.